Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Соған байланысты Дәркембай Шоқпарұлының 1999 жылы жазылған 1986 жыл желтоқсан деген өлеңін оқып берейін. Өлең желтоқсанда құрбан болғандардың әруағына бағыштаймын. Әп сәтте өте шықты мына ғасыр, шешіліп шерткенде құдаға сыр. Шерменде етіп елді міне енді, жатырмыз тойлағалы ұлан асыр. Басқа жұртта шаруам жоқ қазағыма төтеген тозағына. Тойла дейді ғасырдың алқындысын, шыны ма әлде келеке мазағыма. Бұл қазақ аз тартты ма қасіретті, қаншама зиялы ердің басы кетті. Десек те отан үшін отқа түсу, азаматтың борышы қасиетті. Біткен жоқ көрген қорлық басы аршылып, ұрыс, соғыс, қан төгіс, нашар қылық. Қазақты қыру үшін өткен науқан, жасаған Голощекин ашаршылық. Келмесін қайта айналып бастарыңа, мән берші осы сөздің астарына. 86 жылға дұға жаса, жайраған желтоқсанда жастарыңа. 13 жыл өтті міне сонан бері, қыста суық еді онда мұнан көрі. Димекең орнынан алынған күн, күмән деді, күмәнді тұман деді. Қазақтың кілең жап-жас ұл қыздары, елімнің болашағы жұлдыздары. Шеру тартып алаңға шоғырланды, күндіз бәрі болды ғой күндез ғарлы. Бәрімізде селт етіп алаңдадық, толып кетті мәшине алаңғалық. Ресейден жан алғыш, жазалағыш, солдаттар келіп жатты жалаң қағып. Сол солдаттар алаңды алды қоршап, милиция аралас қанды қолсап. Колбин деген бірінші хатшы болып, орталық тағайындап алды мәнсап. Алаңға жастар симай толған еді, намысын еліміздің қорғап еді. Талабы да сауалы сонда олардың, бұл бастық неге сырттан болған еді. Осы жай орталыққа оқыс болып, көрінді қазақ тақыс қоқыс болып. Су атып өрт сөндіргіш машинамен, жатқандай болды бейне соғыс болып. Болса да қазақ қанша көн терілі, су шашқан бронспойт төңкерілді. Қас қарая алаулап сол алаңда, оннан астам машина өртелінді. Ымыртта бұйрық алып Москвадан, солдаттар шабуылға бастық адам. Күрекпен оңды солды сілтегенде, жапа шекті қарусыз тасқын адам. Тіміскілеп ит қосып тұтқын қалды, жазықсыз жас қыздарды тұтқындады. Ұлтшыл деді нашақор не мас күнем, ол кезде мүшкіл еді жұрттың халі. Шыдамай Москваның мазағына, шыдады қыршын жастар азабына. Сол ерлігі жастардың ел есінде, тәуелсіздік әперген қазағыма.